Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа ең дәмді әрі жеңіл панкейк жасаймыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Үстіне қант, яғни шекерді салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне май қосамыз. Рецепт описанияда көрсеңіз болады. Сүт қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырылған массаның үстіне ұн мен қопсытқышты қосамыз. Олармен бірге жақсылап араластырамыз. Мүлдем комок қалмау керек. Табаға аздап май тамызып, екі жағын алтын түсті етіп қуырып алсаңыздар болады. Мінекей осылай бетінде кесіктер басталғанда аударамыз. Ал бұл менде екінші порциясы, балаларға өте тартымды болсын деп аю пішінінде жасадым. Мінекей біздің өте дәмді және де пайдалы панкейкіміз дайын. Балаларға әдемілеп, әсемдеп берсеңіз болады. Таңғы асқа өте жақсы кетеді. Маған тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Мен де сіздерге күнде жаңа рецепттер шығаратын боламын. Маған тіркеліп лайк басып алыңыз.